Сәлем достар! Корзинканы тоқуға арналған түтікшелерді дайындау үшін бізге A4 форматы қажет. Оны екіге бөліп кесеміз. Пышақ, қайшы бола береді. Тағы да екіге бөліп, тағы да кесеміз. Міне осындай форматтағы қағаздардан қазір біз түтікшелер дайындаймыз. Оларды дайындау үшін ағаш пашка немесе тоқыма инелері болады. Солармен осылайша қағаздың ұшынан бастап ақырын ораймыз. Тығыз итере отырып, күшпен ақырындап жылжып отырамыз жоғарыға қарай. Түтікшелеріміздің ұзыннан оралуы өте маңызды, сондықтан да қадағалап отырамыз екі қолымызбен. Ұшына жақындаған кезде қағазға арналған желімдеп бекітеміз. Түтікшелерді осындай түсте қалдыруға да болады, сол кезде бізде аппақ корзинка болады. Немесе әртүрлі қағазға арналған бояулармен бояуға да болады. Әркімнің өзінің талғамына байланысты. Мен мысалға ағаш түсті алу үшін морилканы пайдаланамын. Морилкаға мала отырып бояуға да болады, немесе арнайы щеткалармен бояуға да болады. Бұл түс мен үшін қанық болмағандықтан екінші рет боядым мен. Ол кезде барлығын бірге ала отырып, осылай екі жағынан мала отырып боядым. Осындай түс маған қажет болатын. Оларды және де күннің көзіне қойып, терезенің алдына кептіріп қойдым. Кептіргеннен кейін өте әдемі түтікшелер пайда болады. Міне нәтижесінде осындай түтікшелер бізде шықты. Ары қарай корзинкамды қарау үшін төменде ссылка қалдырдым, содан өтулеріңізге болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін.